Видео бақылаулар дегенді естігенде миымызға полиция, камера, дүкендер есімізге түседі. Бірақ видеокамерадан мынандай заттарды көруге болады. Бұл видеода көріп тұрған біртүрлі тіршілік иесі мына үйге терезеден кіріп кеткен. Бірақ сұрақ, мына ұйықтап жатқан адамға не болды? Оны видеоның соңында көресіздер. Бүгінгі видеода мен топ 3 камераға түсіп алған елестерді немесе шайтандарды көрсететін боламын. Және ол сіздің үйіңізде пайда болуы мүмкін бе? Соны айтамын. Бұл қарғысатқан компаниялардың офистардың бірінде біртүрлі оқиға орын алды. Басында бізге қарапайым бейне бақылауларды көрсетеді. Офистің іші орындық үстел, бірақ бір сәтте есіктің тұтқасы өзімен өзі қозғала бастайды. Былай қарасақ, оны қозғалтатын дым жоқ. Өзімен өзі қозғалып тұр. Содан кейін ештеңе болмай тынышталады. Бізге қайтадан офистің іштерін көрсетеді. Сосын бір сәтте орындық өзі қозғала бастайды. Оны бір елес немесе шайтан қозғағандай. Сосын екінші орындық, сосын үшінші. Сосын компьютерлердің экрандары төбет етеді және тұтқалар қозғала бастайды. Қысқасы іші шу болып кетеді. Сосын қағаздар, яғни документтер өзімен өзі аспанға ұшады. Соңына қарай есік бір ашылып, тарс еткізіп жабылады. Осы кездегі охранниктің түрі. Қысқасы, мен бұл видео жайлы мүмкіндігінше терең әрі егжейтелді мәліметтер іздеп қашан және кім тарапынан түсірілгенін, не себепті жасалған, қандай мақсат көздегенін білгім келеді. Сонымен қатар бұл видеода көрсетілген әрбір детальдің дыбыстың туындаған көлеңкелі немесе кадрлардың астарында қандай да мағына жатқанын түсінуге тырысып жүрмін. Мен үшін бұл тек жай ғана бір ролик емес, оның ішінде жасырын сыр, белгісіз тарих немесе шынайы оқиға негізі бар сияқты. Сондықтан мен осы видеоны зерттеп, оның артында тұрған шындықты табу үшін бар мүмкіндігімді пайдаланамын. Дерек көздерді салыстырып, тіпті ұқсас материалдармен байланыстырып, толық картина құрастыруға тырысып, бірақ бұған қарамастан мен өзімнің теорияларымды айта аламын. Бірінші теория бойынша осы компаниялардың жұмысшыларының бірі өмірден өткен деп ойлаймын. Бұған мен дәлелім жоқ, бірақ солай секілді. Қорқынышты киноларда, фильмдерде және оқиғаларда басталмай тұрып өліп қалған жұмысшы жайлы айтады. Немесе оқиға сол кісіден басталады. Осыған қарап отырып, біз осы компаниялардың жұмысшысы елес болып, охранникқа прикол ұстап тұр деп ойлаймын. Екінші теория, бұл даже теория емес. Бұл видео арнайы монтаж немесе заттарды жіппен қозғап жасаған деп айтады деп ойладыңыздар ма? Олай қызықсыз болады. 2000 жылдардың соңында France Telecom немесе Orange деген компанияда бір қайғылы жағдай болды. 30-дан астам қызметкер өз-өзіне қол жұмсады. Кейбіреулер артынан хат жазып кеткен. Осы жұмыстың қандай қиын екенін және де стресс көп болғанын айтады. Көп адамдар осы компанияға шағым түсіре бастады. Жұмысшыларды моральдық қысымға ұшыратқан деген айыппен және оларды соттатып жіберді. Міне осы сияқты компанияларда адамдар өз-өзіне қол жұмсап, елес болып өз компанияларына кедергі жасайды деген ойдамын. Ойдамын деппін ғой. Жарайды, келесі видеоға кет. Бөлмеге бір ер адам кіреді. Ол есік пен терезелерін жауып, ұйықтауға дайындалып, төсегіне жатады. Бірақ дәл сол сәтте біз кенеттен бір елесін көреміз. Ұзын шашты, жүзі қорқынышты қыз баланың бейнесі. Ер адам ештеңеден бейхабар ұйықтамақ болғанда, бөлмедегі орындық өздігінен қозғала бастайды. Ер адам шоке болып, орнынан тұрып, орындықты қарап не болғанын түсінуге тырысады. Бірақ ештеңе байқамай, жай елестеткен шығармын деп қайта төсегіне жатады. Біраздан кейін орындық тағы да өзінен өзі қозғалады. Ал әлгі елес қайтадан пайда болып, бір нәрсені ескерткендей қарайды. Ер адам болса оған мән бермей, маған похуй дегендей қайта ұйықтап кетеді. Сол сәтте елес оның мойнын қысып, демігіп, зәресі ұшқан күйде ұйқысынан атып тұрады. Осымен бәрі бітті деп ойлағанмен, бұл тек бастамасы еді. Бір уақытта оның бөлмесіне досы келіп, екеуі бірге ұйықтайды. Алайда түн ортасында әлгі елес досының денесіне еніп, оны ер адамға қарсы айдап салады. Сосын тұрады да есін жиып кетіп қалады. Көп ұзамай бөлмеге тағы бір қара киімдегі ер адам кіреді. Ол да осы бөлмеге түнештеп жайғасады, бірақ күтпеген жерден әлгі елес оның ішіне кіріп, оны дәл сол жерде өлтіріп тастайды. Қорқынышты оқиға осылай аяқталады, немесе мүмкін бұл тек бастамасы ғана. Бірінші теория бойынша ол жын немесе шайтан. Егер ол адамдардың денесіне кіріп, оларды басқара алса, бұл әдеттегі жынның немесе шайтанның белгілері. Әдетте жындар немесе шайтандар бір жерге байланып қалуы мүмкін. Күнә көп жерде немесе иманы әлсіз адамдарға, және бұл жерде бір адам өліп қалса. Осы бөлмеде біреу қайғылы жағдайда өлген болуы мүмкін. Сол үшін сондықтан да шайтандар осындай лас жерге келіп, адамдардың ішіне кіреді. Бұл әр адамға әртүрлі әсер етуі мүмкін. Екінші теория албасты. Албасты қазақ мифологиясындағы ең қорқынышты әйел күйеулерінің бірі. Оны кейде шайтанның қызы немесе жындардың анасы деп те атайды. Көп жағдайда албасты, ұзын шашты, жалаңаш, өңі сары, көздері оттай жанған әйел бейнесінде суреттеледі. Ол көбіне су маңында, ескі үйлер мен бос қораларда, босанған әйелдердің жанында жүреді делінеді. Осы видеодағы елеске қарасақ, албасты секілді. Бұл шын немесе өтірік деп айта алмаймын. Тек бір Алладан басқа оны ешкім білмейді. Ал енді келесі видеоға кеттік.
Парк пен Честерге Оливия есімді қыздан хат келеді. Ол өзін ормандағы бір ескі әйел аңдып жүрген айтады. Қыздың пәтердегі жолдастарының барлығы жұмбақ түрде жоғалып кеткен, ал түнде терезеден бір қорқынышты әйел көрінеді дейді. Жігіттер қызға көмектесуге шешім қабылдайды, бірақ барғанда бәрі басқаша болып шығады. Хатты жіберген адамның шын есімі Чад екен. Ол өзін қыз ретінде таныстырып, Лукас Армиді қақпанға түсіреді. Ол да бір ескі әйелдің өзіне қырғыдай тигенін, тыныш бермейтінін айтады. Жігіттер күмәнданғанымен қауіп рас па жоқ па анықтау үшін үйге камералар орнатады. Түн ортасында сыртта бір әйел көмек сұрап есікке келеді, бірақ оның түрі адамдық бейнеден айырылған, қорқынышты, жантүршігерлік. Сол сәттен бастап үйде түсініксіз жантүршігер сәттер басталады. Келесі түнде Честердің аяғын белгісіз бір нәрсе ұстап төсек астына тартып әкетеді. Парк оны құтқаруға тырысқанмен екеуі әзер қашып құтылады. Арттарында не адам, не елеске ұқсамайтын қорқынышты мақұлық қалады. Бұл эпизод олардың қашып шығып видеоны аяқтауымен бітеді. Оливиядан не хат, не жауап жоқ.